дәрежесінде 3-ші орын алғаны үшін Миргусенов Элгиз марапатталады. 2-ші, 3-ші орын алғаны үшін Зейналов Ағаберді марапатталады. 2-ші орын алғаны үшін Абдымалик Марал марапатталады. Және де осы 38 кг салмақ дәрежесінде 1-ші орын алғаны үшін Тағай Ерназар марапатталады. Және де осы салмақ дәрежесінде марапаттайтын 1-ші орын алған палуанның жеке жаттықтырушысы, Қазығұрт ауданының грек-рим күресінің аға жаттықтырушысы, Қаратөбе ауылының грек-рим күресінің негізін қалаған Қазақстан Республикасы спорт шебері Бадәулет Ниязағұлы марапаттайды. Маэстро!